қолдап, менің ютубыма тіркеліңдерші. Бұл өте қорқынышты болды мен үшін. Бұл жай ғана күндердің бірі болды. Мен түнгі 3-те ұйықтай алмағандықтан Free Fire'ға кіріп едім. Мен өте жол болғыш адам едім. Барлық джекпотты мен бірінші попыткадан түсіріп алатын едім. Ал түнгі 3-те Free Fire'ға кіріп джекпоттарды айналдырып едім. Маған алмазный джекпоттан да, оружейный джекпоттан да ештеңе түспеді. Осындай керек емес мусорлар ғана түсті. Одан кейін ойынға кіріп луттар теріп жүрдім. Алдымдағы үйден адамның даусын естідім, гранатаны лақтырайын десем, бірден артқа сандар пайда болды. Енді гранатаны жіберейін десем, анау граната жіберілмей, яғни лақтырылмай жатыр. Мен кнопканың барлығын бастым, экранның барлығын басып шықтым, бірақ ештеңе өзгермеді. Қолымда граната қалып қалды. Артқа айналып жатырған сандар біткеннен кейін, анау граната менің қолымда жарылып кетті де, мен өліп қалдым. Қатты жынданып кеттім де мен Free Fire'ды өшіріп тастадым. Ал дәл сол кезде менің телефоныма өзінен өзі сообщениелер келе бастады. Үстін басып едім, ол маған былай жазып жіберіпті. Сен сонда Free Fire'ды өшіріп тастадың ба? Біткен жерім осы. Мен өте қатты қорқып кеттім де, бұл кім, саған менен не керек деп жазып жібердім. Менің кім екенімді не қыласың? Дәл қазір мынау Free Fire'ды жаздыр. Жаздырмасаң, мен дәл қазір сенің үйіңе барамын. Одан кейін не болатынын өзің жақсы біліп тұрсың. Осылай айтып, ізгі жағына ссылкамен пышақтың суретін жіберді. Мен өте қатты қорқып кеттім де, бірден ссылканың ішіне кірдім. Ішіне кірсем, мынандай өте қорқынышты Free Fire тұр екен. Мен оны жаздырғым келген жоқ, бірақ өте қатты қорққандықтан мен оны жаздырдым. Жаздырғаннан кейін мен ол Free Fire'дың ішіне кіріп едім. Бірден экранның бетіне мынандай сообщение шығып кетті. Бұл өте ерекше Free Fire. Егер сен 24 сағаттан көп ойнасаң, қалаған затыңды ала аласың. Мен жарайды деп жалғастыра бердім. Сендер мынау Free Fire'дың музыкасын тыңдаңдаршы. Өте қорқынышты екен. Ойынға кірсем мені мынандай ботский аккаунтқа кіргізіп жіберді. Оның нигі болса сынақ 01 деп тұр екен. Қарап отырсам, бірден мені өзінен өзі ойынға кіргізіп жіберді. Лоббиді қарасам, өте аз адам бар екен. Негізі кәдімгідей 50 адам болу керек еді. Ал бұл жақта өте аз. Және олардың барлығының астында ботский киімдер. Ал басы болса өте қорқынышты. Бір шайтанның басындай. Самолетта кетіп бара жатыр едім. Менің починокқа түскім келді. Бірақ мен ол жаққа секіре алмадым. Ойын мені өзінен өзі Бимасакиге түсірді. Бимасакиден лут теріп пикке адам іздеуге барсам, пикте адамдар өте көп екен. Жақсылап қарасам, олардың барлығы аспанға атып жатыр екен. Бірақ ешқайсысы бірін-бірін атқан жоқ. Бір кезде олардың барлығы мені көріп қалды да, мені қоршап алды. Олардың барлығы мені қоршап, маған күлетін эмоциялар жасады. Негізі бұлар елес екен. Олар мені көрді де, маған күлетін эмоция істеп, мені мазақ етті. Бір кезде қап-қара экран шығып кетті де, ол жерде 3, 2, 1 деген сан шығып, ол экран жоғалып кетті. Мен жан-жағыма қарасам, жаңағы мені мазақ еткен елестердің барлығы жоғалып кеткен екен. Мен бұл Free Fire'да бірдеңенің дұрыс емес екендігін сездім де, өте қатты қорқып кеттім. Ойыннан шығайын десем, шығатын кнопка жоқ, шыға алмағандықтан курятниктің ішіне тығылып отырдым. Терезеден басымды шығарып, жан-жаққа қарасам, ешкім жоқ. Экранға осылай қорқынышты біреудің беті шығып кетті. Мен өте қатты қорқып кеттім, не істерімді білмедім. Дәл сол кезде менің артымнан дауыстар шықты. Мен қорқып, асықпай артыма қарап едім. Ол жақта бағанағы адамдардың барлығы тұр екен. Мен қорққаным соншалықты, жүрегім менің тұрған жерінен алды қарай секіріп кетейін деді. Жаңағы адамдардың ішінен біреу маған келіп жақындады да, маған былай айтты. Сен бұл Free Fire'ды зря тарттың. Енді сен бізге 1 сағаттың ішінде 1 миллион теңге беруің керек. Егер бермесең, біз сенің телефоныңды бұзамыз. Одан кейін сенің үйіңе барып, өзіңді де бұзамыз. Осылай айтып, ол мені өлтіріп тастады. Ойыннан шығайын десем, мынау шығатын кнопка істемей жатыр. Одан кейін менің басым істеп кетті де, мен телефонға перезагрузка істедім. Телефоным қайтып қосылғаннан кейін, мен бұл Free Fire'ды бірден өшіріп тастадым. Бір кезде менің телефонымның экраны қап-қара болып кетті де, ваш телефон заблокирован деп шықты. Телефоным бұзылып қалды, енді не істеймін, жаңасын аламын ба деп қиналып отырған кезде, бір кезде менің артқы жағымдағы есікті біреу қақты. Мен қатты қорқып кетіп, көрпеге қатты жамылып алдым, ал ол болса есікті қағуды тоқтатпады. Бір кезде қағып жатырған кім деп айтып едім. Сен бізге сенбеген секілдісің. Енді сенің біткен жерің осы.